Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз пеште піскен жұмсақ нанның рецебімен бөлісетін боламын. Видеомны көрмес бұрын маған тіркеліп, комментария қалдырып кетіңіздер. Ең алдымен үлкен ыдысқа жылы суымызды құйып аламыз. Суымыз жылы болу керек. 1,5 кеседей жылы суды құйып дайындап аламыз. Сосын үлкен ас қасықпен 1 ас қасық тұз саламыз. Сосын барлығын араластырып дұрыстап ұн қосамыз. Ұнымызды дұрыстап тегіс араластырып аламыз. Ұн қосамыз тағы кішкене. Және 50 грамм сұйық май қосамыз. 10 грамм дрожжа қосамыз. Барлығын жаймен араластырып, қолымызбен дұрыстап массамыз сұйықтап қылып жасап аламыз. Арасын тексеріп аламыз, комок-комок қалмас үшін. Тағы да кішкене қарап, тексеріп, қолымызбен араластырып, тағы да кішкене ұн қосамыз. Оны да біраз араластырып, қоюлата бастаймыз. Дұрыстап, онда дұрыстап араластырып алуымыз керек. Тексеріп аламыз осылай қолымызбен. Ақырында қоюлата бастаймыз нанды. Екі қолдап, арасын ашып, кішкене қатылап мыжып жібереміз бұндай кезде. Және илеуге кірісеміз. Дұрыстап, ие қанатындай қып дұрыстап илеп аламыз. Тағы да кішкене ұн қосып илейміз. Қолымызбен қатты басып илеп жібермеуіміз керек. Қатты басып илеп жіберсеңіздер, піскен кезде көтерілмей қалады. Ашыған кезде де көтерілмей дұрыс болмай қалады. Және де тағы да кішкене басын біріктіріп аламыз. Басын біріктіріп, ашытуға дайындаймыз. Кішкене тағы да ұн сеуіп, тағы да біраз кішкене илейміз. Тағы да дұрыстап басын біріктіріп, еу қанатындай қып илеп, ашытуға жібереміз. Міне біздің қамырымыз дайын. Ашытуға қоямыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Табамызды дайындап алып, нанды осылай бөліп алып, табаның астын майлап, нанды жайлап жасап, қолымызбен ақырындап сәндеп дұрыстап жасаймыз. Бұл кезде де қолыңызбен қатты мыжып жібермеңіз. Мен сәндік үшін жұмыртқа жағамын. Піскенде әдемі қып-қызыл болып пісу үшін. Және де тағы да үстіне мак себемін. Ол да сәндік үшін өздеріңіз білесіздер. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер де болады. Міне дайын. Міне осындай дәмді, жұмсақ, көтеріліп пісетіндей, қарасаң көздің жауын алатындай нанымыз дайын. Сіздер де рецепт бойынша пісіріп көріңіздер. Әр апта сайын менің жаңа рецепттерім шығып отырады. Қарап, қадағалап